Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді сырники жасайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін қарап, мені қолдап кетіңіздер. Бізге қажетті зат сүзбе, сүзбенің үстіне шым-шым тұзымызды салып, бір жұмыртқамызды қосып, екеуін араластырып аламыз. Сүзбеміз құрғақ болғаны дұрыс. Араластырып алғаннан кейін үстінен манка қосамыз. 2 қасық, егер аз десеңіздер, тағы да 3-ші қасықты қоссаңыздар болады. Бұны да араластырып аламыз. Үстінен 1 қасық қант қосамыз. Егер тәттіні жақсы көрсеңіздер, тағы да дәміне қарай көбірек қоссаңыздар болады. Араластырып болғаннан кейін 10 минутқа қалдырасыздар. Содан кейін қолымыздың көмегімен дөңгелек форма жасап шығамыз. Менде барлығы 8 дана шықты. Сіз кішкене кішірек қылып жасайтын болсаңыздар, бұдан да көп шығуы мүмкін. Барлығын дөңгелек етіп жасап болғаннан кейін, енді бұларды формасын біркелкетіп жасаймыз. Ол үшін ыдысымызға ұнымызды қойып, осылай стаканның көмегімен дөңгелетіп шығасыздар. Сол кезде сырникиміз дөп-дөңгелек болып, әп-әдемі біркелкі формаға келеді. Барлығын осылай жасап шығасыздар, екі жағын. Міне қараңыздар, өте әдемі болып шықты. Барлығын біркелкетіп жасап болғаннан кейін пісіретін боламыз. Барлығын жасап болдық. Енді табамызға сармайымызды салып, қыздырып аламыз. Сармай болмаса, сұйық май қолдансаңыздар да болады. Қызғаннан кейін үстінен барлық сырникиларымызды қоямыз. Бұл жерде баяу отта пісіргендеріңіз дұрыс. Егер қатты болса, арасы піспей қалуы мүмкін. 4-5 минут аралығында піседі, бетін жауып пісіресіздер. Асты қызарғаннан кейін келесі бетіне ауыстырып, екінші бетінде қызартып пісіріп аламыз. Піскен сырникиларымызды алып, ыдысымызға орналастырамыз. Сырники өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіз. Менің арнама жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Айдана.